Аңшы шұжығы. Аңшы шұжығын жасау үшін бізге жоғары сападағы еттен тартылған фарш қажет. Біздің тартылған етіміз жылқы етінен және жылқының қазылық майынан тұрады. Қазылық майдың орнына құйрық майын қолдансаңыз да болады. Тартылған етке рецептте көрсетілген дәмдеуіштерді алдын ала бір-бірімен араластырып алып қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Соңынан мұздай су құямыз. Суды алдын ала мұздатқышқа салып мұздатып аламыз. Судың ішінде мұз түйіршіктері жүрсе тіптен жақсы. Етке су сіңіп кеткенше қолмен араластырамыз. Фаршымызды ары қарай миксерде араластырған дұрыс және оны мынандай эмульсия күйге жеткізу керек. Осындай эмульсияға айналған соң ғана шекке салған дұрыс. Тартылған етіміздің температурасы 2 градустан жоғары болмағаны абзал. Міндетті түрде термометрмен еттің температурасын өлшеп отырамыз. Ет шығып кеткен жағдайда мұздатқышқа салып қайта салқындатыңыз. Етті шұжық шприціне салып шекке жібереміз. Аңшы шұжығына әдетте қойдың аш шегін пайдаланамыз, өте жіңішке, жұқа, сондықтан шекке абайлап эмульсиямызды толтырамыз. Ауа қалдырмауға тырысу керек, қалған жағдайда инемен тесіп шығарып тастаймыз. Дәмдеуіштері бойына жақсылап сіңу үшін дайын болған шұжықтарымызды мұздатқышқа 7-8 сағатқа қоямыз. Ары қарай коптильный аппаратта немесе үй жағдайында пешке, яғни духовкаға пісіріп аламыз. Шұжықтардың ішкі температурасы 72 градусқа жеткен кезде пештен алып 10 минутқа мұздай суға салып аламыз. Судан алған соң кептіріп аламыз. Біздің шұжығымыз дайын. Ас болсын.